Баршаңызға қайырлы күн достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз осындай керемет мейіз қосылған сүзбе пирогын дайындайтын боламыз. Өте керемет пирог болып шығады. Алдыменен менің арнама тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Сол кезде ең алғашқылардың бірі болып, менің әрбір шығарған видеомды көретін боласыздар. Бұл пирогты дайындау үшін алдыменен пирогымыздың қамырын дайындап аламыз. Бізге қамырына ұн, сары май, құмшекер және де жұмыртқа, қопсытқыш, сонымен қатар кішкене бір шөкім тұз қажет болады. Осында описание бөліміне барлығын жазып қалдырып қойдым. Сол жерден көріп алсаңыздар болады, егерде ұмытып қалсаңыздар. Ұнға осылайша сары майымызды теркадан өткізіп аламыз. Енді бұған қопсытқышымызды қосамыз. Мінекей кішкене бір шөкімдей тұз қосамыз. Одан кейін құмшекерімізді қосамыз 100 грамдай. Сөйтіп барлығын осылай үгітіп аламыз. Барлығын жақсылап араластырып, жаңағы теркадан өткізілген майымызды ұнмен қосып, осылай жақсылап үккілеп аламыз. Осылайша барлығын жақсылап үгітіп алғандан кейін жұмыртқамызды қосып, қамырымызды жұмсақ қылып илеп аламыз. Мен енді бұл қамырыма 2 жұмыртқа қостым, жұмсақ әрі әдем болсын деп. Көріп тұрғандарыңыздай мінекей үлпілдек әрі жұмсақ болып шықты. Енді осы дайын болған қамырымызды салафанымызға салып, тоңазытқышқа жарты сағатқа 1 сағатқа салып қоямыз. Енді салмасын дайындауға кірісеміз. Салмасын дайындау үшін бізге 3 жұмыртқа және де 150 грамдай құмшекер. Осыларды қосып болғаннан кейін жақсылап осылай араластырып аламыз. Жақсылап араластырамыз. Одан кейін менің видеомда түспей қалыпты, қайсысын қалай салып жатқаным. 300 грамдай творог, үлкен ас қасықпенен көп етіп қаймақ қостым. Сөйтіп барлығын осылай жақсылап араластырып алдық. Ішінде түйір қалмайтындай етіп жақсылап араластырып аламыз. Енді оған 2 ас қасықтай жүгері крахмалын қосамыз. Оны да осылай жақсылап араластырып аламыз. Салмасы біздің жасап атқан салмамыз өте дәмді болып шығады. Мінекей осылай жақсылап араластырып болғаннан кейін табамызды дайындаймыз. Табамызға сары май жағып, пирогымызды жасағанға табамызды дайындаймыз. Одан кейін қамырымызды аламыз да 2 бөлікке бөлеміз. Үлкен бөлігін төсеп, табамызға қойып, осылай қолдың, саусақтың көмегіменен жаймалаймыз. Осылай жаймалап шығамыз. Қамырым өте үлпілдек, жұмсақ, керемет болып шықты. Осылай бортиктерінде көтеріп қоямыз. Одан кейін шанышқыменен осылай шанышқылап аламыз. Қамыры таза, әдем болып пісу үшін осылай шанышқылап аламыз. Енді жуып тазалап қойған мейізімді осы қамырдың үстіне мейізімді саламын. Енді оның үстіне салмамызды құямыз. Мейіздің үстінен салмамызды құямыз.
қасықпенен өстіп барлық жерін тегістеп алдым. Одан кейін 180 градуста 40-45 минутта мінекей пирогымды пісіріп алдым. Пирогымыз піскеннен кейін бірден кеспейміз, ыстық күйінде суытамыз. Суытқаннан кейін кішкене холодильникке салып аламыз. Одан кейін пирогымызды дастарханға алып келіп кесіп, шайға алып бара берсек болады. Мінекей сыртындағы дөңгелегін шешіп аламыз, сыртындағы қабығын. Мінекей біздің пирогымыз осындай болып шықты. Енді пирогымызды кесіп, ортасын көрсетейін. Мінекей біздің пирогымыз осындай болып шықты. Қараңыздар, арасында мейіздері бар, осындай өте әдемі пирог болып шықты. Дәмі өте керемет. Мейіздің де дәмі салмасына қосылған кезде өте дәмді болады екен. Мінекей арасын бөліп көрсетіп жатырмын. Пирогым өте жұмсақ, үлпілдек болып пісті. Мінекей өздеріңіз көріп тұрғандай. Егер де сіздерге менің бүгінгі жасаған осы мейіз қосылған творогтан жасалған осындай пирогым ұнап жатса, сіздер де осылай жасап көріңіздер. Өте керемет болып шығады. Қонақтарыңызға қойсаңыздар да ұялмайсыздар. Сау болыңыздар.